Бүгінгі күні мына полиция департаменті, сот, прокуратура, банк саласы, қаржы саласы, мұғалімдер, дәрігерлер секілді маман иелеріне келіп, оқушылармен бүгінгі күні осы мамандықтар туралы таныстырып жатырмыз. Алдағы уақытта осы оқушылар өздерінің таңдаған мамандығы бойынша мекемелерге барып, сол жерде мекеменің жұмысымен де таныстырғымыз келеді. Осы мақсатта бүгінгі күні оқушылармен кездесу өткіздік. Әл-Фараби мектеп-лицейінде кәсіби жұмысына байланысты үгіт-насихат жүргізілді. Бұл іс-шараға сенім болашағының басшылығы және 10-11 сыныптары қатысты. Бұл іс-шарада Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің оқу орындарына түсу ережелері айтылды.